Сәлем достар, сіздермен бірге Тока Лайф анасы. Бүгін менде видео ажыраған негіздер 5-ші серия деп аталады. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Менің еңбегімді бағалаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Біз алдыңғы серияда бұлар ұрсып жатты. Не кімнің қызы екенін білмеді. Сонымен жаңағы қызды шақырайық. Жоқ, шақырмаймыз. Сен неге сол қызды қадала бересің? Неге шақырмаймыз? Шақырамыз. Айбек, қазір сені басқа шақырып жатыр. Мына қыз ғой міне. Сен маған баланы біреу қылып әкеліп бердің ба? Неге сөйлемей қалдың? Маған қазір айтушы болсаң. Нені айтушы болсаң? Сіз не, бірнәрсе жасырып тұрсыз ба? Иә, вроде бірнәрсе жасырып тұрған сияқты. Жоқ. Маған осы кісі айтты. Бірақ негізі бұл екі қызы сіздің негізіңіз. Сен айттың ба? Мен бұны сотқа беремін. Кешіріңіздерші. Мені сотқа бермеңіздер, мен сіздерге өзіңіздің қызыңызды қайтарып беремін. Ал сонда сенің қызың қайда? Мен басқа жақпен ауыстырып алдым. Неге? Себебі мен қаламадым, маған қыз керек болды. Так, мені бұл жақта каналым жоқ, сонда не мен кете берейін. Сау болыңыздар. Мына қараш қашып кеткен, Кешіріңіздер, мен сотқа бермеңіздер, өтінемін. Мен қазір-ақ кездесе аламын, сіздерге көп ақша беремін. Міне сіздерге маңыз. Не? Жарайды, сау болыңыздар, мен кеттім. Так, қыздар. Сонымен сіз менің анамсыз ба? Я, мен сенің шынайы анаңмын. Ал ендеше кеттік, мен сендерді таныстырайын. Сәлем. Сәлем. Сонда сен менің негізім болып шықтың ба? Я, солай. Бірақ сенде менікіндей сырға жоқ. Жарайды, кеттік. Ал сенде менікіндей ободок жоқ. Жарайды, кеттік. Саған киімдер аламыз. Бірдей ма? Я, вроде. Қыздар әңгіме айтып жатыр, тыңдамай кеттік онда. Наугым. Мыналар екеуі бір-біріне айнымайды ғой? Я, бұл енді екі қыз біздің қызымыз. Мынау коробка не? Бұл білмеймін, бір әпке ақша беріп кетті. Короче, үйге барғаннан кейін түсіндіріп беретін боламын. Кеттік онда. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Кеттік ал. Үйге барайық. Ал қызым, біздің жаңа үйге қош келдің. Мәссаған, сіздердің үйлеріңіз өте керемет екен. Таңғалып тұрғаным? Я, біздің үй осындай, бірақ біз бай деп айта алмаймыз, орташа адамдармыз. Ал сенің бұрынғы ата-анаң қандай болды? Біз кедей отбасы болдық, өкінішке орай. Ал қазір мен баймын, ура! Я, кеттік. Үйге кірейік. Ал кіріңіздер. Я, біздің үйге қара. Мәссаған, керемет. Есікті жабайық. Және саған кровать уже тапсырыс беру керек сияқты. Бүгін түнде қайтып ұйықтайсың? Мен жерге де жата салам ғой. Қой құрсын, не дейді? Жерге жатпайсың? Жарайды. Сіздерде посуда мойка бар екен, керемет. Енді сен бұл жақтан қалағаныңды іше аласың. Және жей аласың. Ура! Ал кеттік. Басқа бөлмені саған таныстырып өтейік. Бұл жер, бұл анам екеуміздің комнатамыз. Саған керемет. Ары қарай өзін таныстыра бер, Анайля. Жарайды.
Қара, жаңа эле мынау бізді, яғни жуынатын бөлме. Бұл жақта стиралка, көріп тұрғандай робот пылесос та бар. Мәссаған робот пылесосты мен өмірімде бірінші. Осымен олар керемет отбасы болып өмір сүреді. Осымен менің видеом аяқталды. Осы сериал аяқталды. Осы сериал ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.